Қайырлы күн, құрметті студенттер, мен Наурызбай Амангелдіұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің құқық кафедрасының лекторы. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет пен басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы айтатын боламыз. Бұл тақырыпты айту барысында сыбайлас жемқорлықтың жоспарына келетін болсақ, жалпы түсінігіне тоқталамыз, пара деген ұғымға анықтама береміз. Және осы жердегі Қазақстан территориясында болып жатқан жемқорлыққа қарсы бағдарламаның стратегиясы туралы айтылады. Және осы жерде тағы айтатын мәселе, жемқорлыққа қарсы қандай заңнамалар қарастырылған, арнайы субъекттер дегеніміз кім, қылмыстың түрлері қандай, және жемқорлықтың қандай белгілері болады. Жемқорлыққа қарсы әрекет, қимыл әрекеттеріне келетін болсақ, қоғамдық қауіптілігі және қылмыстың заты туралы айтатын боламыз. Қылмыстың мақсатына, бұл дәрістің мақсатына келетін болсақ, мемлекеттік функцияларды орындау барысында уәкілет берілген адамның немесе оған теңестірілген адамның қоғамдық қызметпен өзінің қалтасын шатастырып алуы және азаматтар мен ұйымдардың арасындағы артықшылықтарды өзінің несі бойынша, өзінің түсінігі бойынша беруі. Бұның барлығы сыбайлас жемқорлыққа алып келетінін айтқымыз келеді. Анықтамасына келетін болсақ, әрине нормативті актілер Қазақстан Республикасының Конституциясы және Қылмыстық кодекс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған заң және халықаралық нормативті актілердің негізінде іске асады. Сыбайлас жемқорлықтың түсінігіне келетін болсақ, өздеріңіз көріп отқандай белгілі бір топқа, ұйымға өктемдік беру, немесе сыбайлас жемқорлыққа келетін болсақ, бұл мемлекеттік органның қызметкері өзінің талаптарын мемлекеттің қалтасы мен өзінің қалтасын шатастырып алады. Келесі анықтамасында пара беру. Пара беру дегеніміз не? То есть бұл басқа тұлғадан лауазымды адамның өзінің ақшалай немесе басқа да жеңілдіктер алу және сол арқылы оның жаңағындай өзекті деп тұрған тақырыбын шешіп беруге бағытталған әрекеттерді біз пара беру деп атаймыз. Бағдарламаға келетін болса, Қазақстан Республикасында 2015 жылы 18 қарашада қабылданған 410 қаулы бар. Және сонымен қатар Қазақстан Республикасының стратегиясына келетін болсақ, 2015-2025 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия бар. Бұл сонымен қатар 2014 жылғы президенттің 26 желтоқсандағы қабылданған 986 жылғы жарғысы бар. Осылардың барлықтары арқылы Қазақстан территориясында осы амалдар іске асады. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия келетін болсақ, нақты анықтамасына келген кезде оның міндеттері. Міндеттеріне келген кезде жалпы міндеттері мемлекеттік қызмет, іс-қимыл әрекеттері, қоғамдағы жаңағындай бақылау, амалдар, институттардың жұмыстары, және сонымен қатар өздеріңіз көріп тұрған соттар, құқық қорғау органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің дұрыс болмауы, және сонымен қатар өздеріңіз алдыңызда көріп тұрған кестедегі амалдардың барлықтары сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия болып табылады. Енді бүгінгі күні нақты айтатын болсақ, алғы шарттары біріншіден заңның әрекеттері мен қаулылар, то есть бұлардың барлығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалық актілер деп айтуға болады. Бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың белгілеріне келген кезде субъекті бұл жерде арнайы субъекті. Қызмет өкілдіктерін заңсыз пайдалану және игіліктер мен артықшылықтарды алу мақсатында іске асатыны туралы анықтама береді. Енді өздеріңіз көріп отқандай Қазақстан территориясында қазіргі кезде 1424 деген қоңырау шалу орталығы бар. Осы жерге сіз өзіңіздің жаңағыдай осындай жағдайға душар болған кезде хабарлап өзіңіздің баяндамаңызды айтуыңызға болады. Келесі анықтамасына келетін болсақ, Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік бізде пайда болған. Ол агенттіктің жұмысын қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, нақты жұмыстар жасалынып жатыр. Келесі анықтамасына келетін болса, қоғамдық қауіптілік. Бұл да сыбайлас жемқорлықтың негізгі әрекеттерінің ішіне қарастыратын болсақ, мемлекеттік басқару саласындағы төзімділік мәселесі және сонымен қатар төменде көрсетілген амалдардың барлықтары қарастырылады. Енді Қылмыстық кодекстің баптарына нақты айтатын болсақ, алдарыңызда жемқорлыққа немесе мемлекеттік қызметкерлердің осы саладағы жасалатын амалдары. Пара беру, пара алу, пара беру кезінде делдал болу сияқты амалдары және соған көмектесу деген амалдардың барлықтары төменгі баптарда көрсетілген. Сыбайлас жемқорлықтың арнайы субъектілерін жаңа біз айтып кеткендей мемлекеттік қызметкерлер, оған теңестірілгендер. Жалпы анықтамасын қарапайым тілмен айтқан кезде мемлекеттің белгілі бір құзыретіне ие болған азаматтардың
осы сыбайлас жемқорлықтардың арнайы субъектісі болатынын атап өткім келеді. Нақты айтатын болсақ, бұл жерде амалдар мен тәртіптер көп қарастырылған. Бұлардың элементтері мен сипаттарын көріп отырсыздар. Нақты 361 бапқа келетін болсақ, мына өкілдіктер теріс пайдалану. Келесі анықтамасында биліктің лауазым иесіндердің өзінің қызметін асыра пайдалану белгілері көрсетілген. Бұл жерде объектісі бар, белгілері бар, мазмұны бар, объективті жағы көрсетілген, субъекттің кім екенін айқындайды және субъективті жақтың кінәнің айқындалған. Бұл анықтамаларға келесі анықтама 366 баптағы пара алу. Пара алу, келесі бап параны беру. Мысалға, бұл жерде қылмыстың заты, өздеріңіз көріп тұрғандай, алдарыңыздағы белгілі бір мүліктен түсетін пайда немесе теріс пиғыл деген амалды айтамыз. Және бұл жерде тағы айтатын маңызды немесе маңызды емес әрекеттерге тоқталатын болсақ, бұның барлықтары алдарыңызда кесте түрінде беріледі. То есть Қазақстан территориясында қазір кезде пара беру, пара алу мақсатындағы қылмыс құрамының, оның ішінде қалай қатысатыны туралы келесі бір дәрістерде айтатын боламыз. Бүгінгі айтайын дегеніміз осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.